Баяғыда бір ғұлама былай деген екен: соқырға дүниенің әдемілігін түсіндіру керек жоқ. Сондықтан да оның бірінші көзін емдесең, әдемілікті өзі көреді дейді. Сол себептен ұстаздық еткен жалықпас дегендей, өмірдегі менің ұстаным әрбір шәкірттің бойындағы дарындық қабілетін ашуға көмектесу. Сол қабілетті ашқанда ертеңгі күні бала шәкірттен дана шәкірт шығару. Осы үшін әрдайым мұғалім өзінің үздіксіз білімін жетілдіріп отыру керек. Егер де ол ізденуін тоқтатса, онда мұғалімдік қасиетінен жоғалады. Биылғы жылы міне педагогикалық қызметіме 25 жыл толып отыр. Әртүрлі әдістемелік тәсілдерді қолдана отырып, білім алушылардың білімін жетілдіру барысында ең бірінші шаталып әдістемелерін пайдаландым. Сол себептен Қазақстан тарихынан әрбір тақырыпқа авторлық кестелер, графикалық сызбалар, хронологиялық және картографиялық диаграммалар тірек конспект ретінде пайдаландым. Тірек сигналдар, құпия кілттер, сызбалардың өзін нақты географиялық, графикалық, хронологиялық сызбалар деп оқушылардың жас деңгейіне қарап бөлдім. Шаталов әдістемесінің тиімділігіне келетін болсақ, уақыт үнемделеді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Біртіндеп оқушыларға өздерін жасауға үйретіп, өз-өзіне ізденуге, өздері құрастыруға қолдана бастады. Нәтижесінде баланың төмендей қасиеттері дами бастады. Абстракт ойлау, іздену, есте сақтау, байқағыштық, зеректілік, сызу, құрастыру, топпен жұмыс істеу. Осының салдарынан олардың білім деңгейі жоғарылағанын байқадым. Осыдан кейін осы әдістемені пайдалана отырып әріптестермен бөлісу мақсатында Қазақстан тарихы кестелер, графикалық сызбалар арқылы деген атты авторлық еңбегім жарық көрсе, кейіннен осыны толықтыра отырып Қазақстан тарихы деген атпен шығып республика көлемінде таратылған еді. Шешінген судан тайынбас дегендей, оқушылармен зерттеу жұмыстарымен айналыса бастадым. Себебі ұстаздық шеберліктің басты бағыты өнер дегендей. Нәтижесінде 2017 жылы Тұран университетінде өткен ғылыми жоба сайысында Қатшан Әлия қазақтың әшекей бұйымдары атты жобаны қорғап, бірінші орын иегері атанса, 2018 жылы Убадуйла әсем сандар құпиясы ғылыми жобасында ең үздік жоба номинациясымен, Байбуланова Адинай сурет өнерінің қырлары атты жобасымен ерекшелік үшін номинациясының иегері болды. Сол жылы осы зерттеулерді жинақтай отырып, әшекей бұйымдардың тылсым құпия сырлары атты қазақ білуі тиіс еңбектер кітап боп басылып шықты. Біртіндеп қосымша әдістемелік еңбектермен айналыса отырып, музыка тарих сабақтарында, тарих сабағында сурет өнерін пайдалану тәсілдері, қосымша материалдарды пайдалана отырып оқушылардың қызығушылығын арттыру атты авторлық оқу әдістемелік еңбектерім жарық көрді. Оқушылардың білім деңгейін көтеру барысында әртүрлі сайыстарға қатыса отырып, Хамса республикалық интеллектуалдық олимпиадада Карибаева Анель 2017 жылы, бала құқық сайысында Бауыржан Мархаба 2018 жылы және 2025 жылы Бауыржан Момышұлы алған қалалық байқауда Баймұрзаев Шадияр екінші орын алса, 2019 жылы болашаққа бағдар рухани жаңғырудағы шығармашылық үшін Шыңғыс Шыныбеков бірінші орынға ие болып көзге түскен еді. 2020 жылы өзін-өзі тану пәнінен республикалық олимпиадада Олжабай Олжас, Арай Керей, Акимов Бислан сертификатпен марапатталды. 2020 жылы Әбу Нәсір Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойында республикалық ғылыми-практикалық конференцияға қатыса отырып, музыка өнерінің атасы Әл-Фараби атты баяндама жасап, ең үздік баяндамашы мақтау қағазымен және сертификатпен марапатталып, ол кітапқа енгізілді. 2021 жылы Абай мұрасын насихаттау ғылыми конференциясына қатысып, 60 хатпен марапатталып, және де 2020 жылы халықаралық жанашыр қорының алғыс хатымен қазақ әліпбиіндегі латын қарпі атты республикалық конференцияда сертификатпен марапатталсам, 2019 жылы Шоқан Уәлиев атындағы ұлттық ғылым академиясындағы ғылыми практикалық конференцияға қатысып, алғыс хатпен марапатталдым. Және де Дарабоз оқу орталығының республикалық үздік сабақ презентациясы конкурсына қатысып, бірінші дәрежелі диплом алдым. Білімді шыңдау барысында заман талабына сай зерттеу жұмыстарымда бейнероликтер жасап, интернет жүйесіне 1750-ге жуық еңбектерім жарық көрді.
Сол жылы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған бейнеролигім үшін 2021 жылы 8 желтоқсанда білім министрі Айтмағамбеттің құрмет грамотасымен марапатталсам, Абай Құнанбаевтың осы мейрамына байланысты Абайдың құпия сыры атты бейнеролик үшін Семей қаласының абайтану орталығының құрмет грамотасымен марапатталып, және де Ыбырай Алтынсарин ұлықты ұстаз конференцияға қатысып, Ыбырай Алтынсариннің өмірінің құпия сырлары атты баяндамасы үшін өрлеу орталығының құрмет грамотасымен марапатталдым. Сонымен қатар кәмелетке толмаған сотталғандар мекемелерінде тәрбиелік іс-шаралар өткізіп, лекциялар өткізген үшін СИЗО орталығының және аудан әкімшілігінің, Нұр Отан басшылығының алғыс хаттарымен марапатталдым. 2015 жылдан бастап Жебе студенттер театры ақындар мектебін ашып 7 жыл бойы жұмыс істеп келеміз. Қалада, республика көлемінде өткен сайыстарда сахналық қойылымдар үшін және ақындық өлеңдер үшін жүлделі әрқашан бірінші орындарға ие болып отырмыз. Жақсы ойлаңыз, жақсы сөз сөйлеңіз, жақсы тілеу тілеңіз, жақсы іс істеңіз.